Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастаймыз. 5-ші бөлім су тіршілік көзі. Сабақтың тақырыбы судың пайдасы. 2-ші сабақ. Сабақтың мақсаты мәліметтерді жинақтай отырып тақырып бойынша постер жасау. Сан есім атауларын білу, орынды қолдану. Балалар, біз сіздермен өткен сабақта судың пайдасы тақырыбын өттік. Енді судың қандай пайдасы бар екен? Қанекей, мына ұяшықтарды тез-тез толтырайық. Ауызша орындаймыз. Шөлімізді басады екен, терімізді ылғалдандырады екен. Таза жүруімізге көмектеседі, яғни біз бұл жерде жуынамыз, киімдерімізді жуады екенбіз және үй-жайымызды таза ұстауға судың пайдасы өте көп тиеді екен. Ас қорытуға көмектеседі екен, және тамақ жасаймыз деген сияқты. Адам денесіндегі қалдықтарды тазалайды. Өте жақсы. Және де ауырып қалған жағдайда суды, мысалға тұмау сияқты аурулармен ауырғанда, суды көбірек ішуге дәрігерлер кеңес береді. Балалар, кешегі сабағымызда біз сіздермен 3-ші тапсырма мәтінді тыңдап танысқан болатынбыз. Бүгінгі орындалатын тапсырмаларымыз осы мәтін болғандықтан, сондықтан біз тағы бір рет оқып шығайықшы қанекей. Адам ағзасына судың көп пайдасы бар. Себебі мидан бастап асқазанға дейінгі барлық мүше суды қажет етеді. Сондықтан күнде таңертең су ішу керек. Дәрігерлердің судың төмендегідей пайдасын атап көрсетеді. Дене температурасын тұрақты ұстап тұрады. Оттегін тасымалдайды. Бүйрек пен бауырдағы қалдықтарды тазалайды. Дәрумен мен минералдарды таратады. Денені жарақаттаудан қорғайды. Жасушалар мен бұлшықеттерді біріктіреді. Тері жасушаларын ылғалдандырып, сауықтырады. Су ас қорытуға жақсы көмектеседі. Ересек адамның денесінде 40-50 литр су болады. Қанның 83%, бұлшықеттердің 75%, мидың 74%, сүйектердің 22% судан тұрады. Денеде 20% су жетіспесе, адам өміріне қауіп төнеді. Адам қажетті мөлшерде су ішпесе, мидың жұмысы баяулайды, қан қоюланады. Жүрек көп жұмыс істеуге мәжбүр болады, іш қатады. Адамның басы айналып ауырады. Тез шаршап, әлсіздік пайда болады. Тамақ ішуге тәбеті болмайды. Адам тұмаумен ауырғанда, биік жерлерде болғанда, күн ыстықта көп су ішуі қажет. Ал балалар, мына жерде сөз және сурет. Бұл жерде жаңағы судың пайдасын дәрігерлер бізге атап көрсетті. Қанекей, мұқият қарап шығайық. Мәтін түсінікті болды деп ойлаймын, Ендеше балалар, дәптерімізді ашайық. Кітабымыздың 102-ші бетіндегі 5-ші тапсырманы орындаймыз. Берілгені, жақшадағы сөздердің дұрыс нұсқасын таңдап жаз. Мысалға, бірінші сөйлем. Судың адам ағзасына зияны, пайдасы зор. Ал үлгі бойынша судың адам ағзасына пайдасы зор. Демек, пайдасы деген сөзді таңдадық. Дескрипторы. Жақшадағы сөздің дұрыс нұсқасын жазады, 3 балл. Қатесіз таза жазады, 1 балл. Ал балалар, 5 минут уақыт беріледі. Ал балалар, орындап болсақ, есімізге түсірейік. Біз осы бөлім бойынша сіздермен сан есімнің түрлерімен таныстық. Қанекей, есептік, реттік, жинақтық, бөлшектік, топтау, болжалдық сан есімдермен танысқан болатынбыз. Келесі тапсырма бойынша сан есімдерді қолданамыз. Оқылым тапсырмасы, 7-ші тапсырма. Мәтінді оқимыз, мәтіннен сан есімдерді тауып, қандай сұраққа жауап беретінін айтамыз. Судың адамға тигізер пайдасы көп. Менің анам күнде таңертең 1 стақан суға бал қосып ішеді. Ол адамның асқазанына пайдалы. Әкем 1,5 литр бұлақтың суын ішеді. Бұлақ суы таза, әрі мөлдір. Оның емдік қасиеті бар. Маған
суға лимон қосып ішкен ұнайды. Інім екеуміз күнде 1,5 стакан суға лимон шырынын қосып ішеміз. Лимон қосылған судың құрамында аскорбин қышқылы бар. Ол адамның иммундық жүйесін нығайтады. Сонымен қатар лимон қосылған су қан құрамындағы қантты азайтады. Ағзаға қуат береді. Дискрипторы сан есімдерді табады. 1 балл. Сұрақ қойып түрін анықтайды. 2 балл. Үлгі. 1. 1 стакан су. 1 есептік сан есім. Сұрағы неше? Келесі орындайтын тапсырмамыз айтылым тапсырмасы. 6-шы тапсырма. Бір сөйлемге бірнеше нұсқада сұрақ қой. Адам ағзасына судың көп пайдасы бар. Осы сөйлемге 3 түрлі сұрақ қойылған. Бірінші сұрақ. Кімнің ағзасына судың көп пайдасы бар? Адам ағзасына ненің көп пайдасы бар? Адам ағзасына судың қандай пайдасы бар? Ал енді балалар, келесі сөйлемдерді төмендегі оқушыларға бөліп берейік. Сондықтан күнде таңертең су ішу керек. Бұл сөйлемге сұрақ қояды Аслан, Зарина Рахметова, Никита, Сабина. Екінші сөйлем. Су тамақты жақсы қорытуға көмектеседі. Зарина, Эльман, Ислам, Илья, сіздер қоясыздар. Келесі үшінші сөйлемге. Ересек адамның денесінде 40-50 литр су болады. Бұл сөйлемге сұрақ қоятын оқушылар Орхан, Айдар, Амина. Соңғы сөйлем. Денеде 20% су жетіспесе, адам өміріне қауіп төнеді. Бұл сөйлемге сұрақ қоятын оқушылар Дария, Мукарам, Амирхан, Камил. Дескрипторы бір сөйлемге бірнеше сұрақ қояды. 3 балл. Ал жақсы балалар, орындалған тапсырмамызды WhatsApp желісі арқылы осы топқа жібереміз. Ал бүгінгі сабағымыздың қорытындысына келсек, сіздермен бағдаршам әдісі арқылы ойымызбен бөліссек. Қызыл. Түсініксіз, әлі де дайындығым аз бүгінгі тақырып бойынша. Сары. Толық түсінбедім. Жасыл. Жақсы түсіндім. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар балалар. Үйге 9-шы тапсырма.